сыйынған, жақсылыққа жиылған, ізгілікті игетіп, адамилыққа үйретіп жүрген ардақты ағайын, тойдың басында асаба балдарың келді ғой деп, Оралхандай, Ақылбек бей, балдарың келді ғой деп, бір шапалақ ұрып қойыңыздар, қадірлі ағайын, мәсіп қолай, той құтты болсын. Қош келіңіздер тойға. Арасында ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, аласы заулашпаған, дәретсіз жерді баспаған, Қоңырат байлар жандар елдің қуанышы құтты болсын деп тағы да бір қол соғып қойыңыздар. Бүгін байқасаңыздар әулетімізде үлкен қуаныш, міне Тезекбаевтар отбасында үлкен дүбірлеген торғау тойға қош келіп отырсыздар. Міне еді қасындай болған Рахманберді әкемізбенен болса, ұл қыздарының жемісін көрейін деп міне сол куәгер болып жатқан Асқардай ұлыменен Жанаттай келіннің міне ата-анамып міндетінен атқалып жатқан дүбірлеген үстінде той қуанышы баршамыздың жұғысты болсын деп, той үйлеріне тойың құтты болсын деп, той егесінің көңілін көтеру үшін кішкене тағатар болса соғып қойсаңыз болады. Әрине бүкіл қуанышымызға ықпасы бұрып күнде күліп той сыйып жатқан әулетіміздің қадірі мен қасиетін ұғып білген қымбатты жақсылар. Әрине осы тойымызға тірлігі басқа болса да тілегі бір, бармағы басқа болса да білігі бір, алатаудай ақ тілегін алақандай ғана жүректерін сыйдырған қадірлі ағайын. Әрбір қандасымыздың арманы ғой осындай балдарыма той жасасам екен деген бүгін осындай бастарын бағдарған, негізгі армандары орындалған қуаныш шегірлерінің тойы құтты болсын. Дастарханымыз арысты, мінген тұлпарымыз тырысты, қыздарымыз өрісті. Бүгінгі байлар жандар елінің тойы баршаларыңызға жұғысты болсын ағайын. Рахмет. Ақыл байқадың ба? Байлар жандар десе біз қаттырақ шапалақ ұрамыз. Тағы да бір қол соғып қойсаңыздар қадірлі ағайын. Енді тұра берсек сыйымыз қажат дейді. Сыйымызды қашырмастан бүгінгі кешіміздің жарық жұлдыздарын жалпы тілмен айтқанда жақсы бір отбасы, керемет жанұя, бақытты семьяны ортамызға алдырып алайық қадірлі ағайын. Біз енді ықыласымызды орнымыздан тұрып, шынайы шапалағымызды ұрып, іштей тұрған тілегімізбенен құрмет көрсетіп, той үйлеріне де бір әдемілік қол соғып алайық. Қазына бір әдемі театрған қойылменен, қыздардың сүйемелдеменен бүгінгі той иелерін Асқар ағамызбенен Жанат жеңгеміз және де ұлдары Арман Әлихан ақан Алинұр және де екі бірдей қызы Гүлназ, Гүлжарқындарды бір әдемілеп қырсалып алайық. Тойшыл қауымның көптен күткен қызықшылығы мен қуанышының тізгінін ұстап, той жаршыларына ұқсап шыққан
мына біздің ыстық сәлемімізді қабыл алыңыздар асылдар. Тапқанын тойға шашатын, абыройы оңмен тасатын, әулеттің ұрпағын жалғастырушы, сүндеттелген ұлымызды той егелерімен ортаға алдырайық. Бүгінгі дүбірлі тойды мәңгілікке есімізде қалдырайық ағайын. Асылын келеміздер. Ал той егелері, сүндет келген қазақтың төрелері, сіздер үшін барлығысын тастап келген бүгінгі қадірлі қонақтардың тілегі қабыл болсын. Жан-жақтарыңыз жақсы жандарға толсын. Бақ, ырыс, дәулет бастарыңызға қонсын. Ағайын, музыка бітті деген сөз, шапалақ бітті деген сөз емес шығарай. Тағы да бір қосып. Міне осы күнге дейін, осы таңға дейін, міне Асқар ағамыз біздің шаңыраққа жанаттайын, жеңгемізді шаңыраққа келін қылып түсіргеннен бері араға уақыт салып, осы күнге дейін 4 бірдей ұл, 2 бірдей қызды өсіріп жатыр. Шернияз ақынның бір әдемі сөзі бар: шіркін аяғымның тайғанын мұздан көрдім, еттің ащысын тұздан көрдім, жас кезінде қыз деп менсінбеген ем, қартайғанда рахатты қыздан көрдім деп. Осы ұл қыздардан жемісті, қыздардан рахатты көріңіздер деп, осы кереметтей ұл қыздардан құрметіне де тағы да бір қол соғып қойсаңыздар ағайын. Ал енді бір әдемі отбасылық суретке түсіп алайық. Келе қойыңыздар, кішкене бірімізге біріміз жақын тұрайық, ертеңімізге еселік, тарихымызға таңба болып қалсын. Сосын балаларымыздың атын дайындаңыздар жігіттер. Ағайындар, атты дайындаңыздар.